Салам достар, сендермен мен Нурик, және де бүгінгі видеода біз миллионға жол деген рубриканы бастайтын боламыз. Бұл бірінші серия болады. Алдағы уақытта осы миллионға жолда дамитын боламыз сіздермен бірге. Көріп отқандарыңыздай, бұл менің гаражым болады. Осы гаражды мен Гостта тұрған кезде ұстап алған болатынмын. Қазір біз жатқа ДПС деп жазып, электрик жұмысын жасайтын боламыз. Так, бізде метка қойылды, енді сол жаққа баратын боламыз. Енді кришамен мініп ағарай кететін боламыз. Біз электрик жұмысына өзі келдік. Қазір біз осы есіктен кіріп, өзіміздің жұмысымызды бастайтын боламыз. Және бізге ақша табу керек. Көріп тұрғандарыңыздай, байлық бізде 11.000 теңге пока. И осыны жазатын боламыз қазір. Так, бізді міне жұмысқа қабылдады. Енді біз қазір сыртқа шығып, арендаға машина алатын боламыз, яғни жұмысқа. Мен жалпы бұл электрик жұмысын жасаған болатынмын. Мен қазір уже 4-ші рангпын. Бізге осындай машина беретін болады, и біз өзіміздің заказымызды алатын боламыз. Так, біздің заказымыз жақын жерден шықты. Осылайынан баратын боламыз. Осы жерде біздің заказымыз. Видеоны ағарай музыкамен көре берсеңіздер болады. Көзімне бұлдырайды келбетің, шашыңды жылы желдіріп тұр, күннің сәулесі көзіңе шағылы сат. Не алмақшысың менің жаным сат, ішім бос, сені мен толтырам, бауыр мен жұрғылайым секілді қотырам. Өмірде анда-санда сен сияқты ғажайып болып тұрады, сол үшін сүйем, бірақ жүрегіңе неткен шынайсың. Біз бірінші заказды істеп болдық. И мына жақтан бізде фонарды қосуымыз керек. Бұны жалпы электрик жұмысын жасап жүргендер біледі, в общем. И соңғы лампочкасын саламыз, и біздің фонарымыз жанды. Короче, енді біз машинамызға барып, келесі заказдарды қарай беретін боламыз, короче. Енді келесі біздің заказымыз 77 метрға шықты, ол жап-жақын. Картадан көріп тұрсыздар, дәл осы жерге біз барып, қазір жұмысымызды ағарай жалғастыратын боламыз. Арамызда түрлі сұмдық, арамызда шындық, ұмыт қайғы мен мұңды, көтер көңіліңді, арамыз. Көріп отқандарыңыздай, біз жұмысымызды ағарай жалғастырып жатырмыз. Менде 47.210 рубль болды. И қазір біз жұмысымызды енді жалғастыра беретін боламыз. Бұл жерде өте оңай. Осына көкті осы жерге апарамыз, қызылды апарып, екіншісін салатын боламыз. Осылай бәріне істеп шығамыз. Жұмыс жасап отқан кезде менде пинг қатып, ойыннан краш беріп жүрген болатын. Енді біз қазір қайтып кіріп жатырмыз. Енді қайтадан электрик жұмысын жасайын ба, или, короче, ойланатын боламыз. Пароль жазып алатын боламын қазір. Бұл пароль жалпы. Так, біз ойынға кірдік, и және де қазір бізге гараждың оплатасын төлеп тастау керек болады. Өйткені мен гаражды алған кезде сразу 7 күнге төлеген болатым, уже оның қанша күні қалғанын білмеймін. Сондықтан біз қазір банкты таңдайтын боламыз. Банкты таңдап, Южнидің банкіне баратын боламыз. Осы 467 метр деп тұр. Біз Южнидің банкіне де келіп қалдық. Енді осы жерден бізге бірінші банкоматқа бару керек болады. Қазір мен өз банкымның ақшасын қарауын, яғни банкоматтағы ақшаны. И қазір біз пока мен 3 күнге төлейтін болам, басқа күндері оплатаны полный төлеп дейтін болам. Қазір әліне 15.000 рубль залып қойып, осы жерге 15.210 рубль.
И біз счетты қараймыз, и ар жаққа барып қазір біз өзіміздің гаражымыздың оплатасын 3 күнге төлеп қайтатын боламыз. Так, бұл жерде оплата аренду гаража. И бізде 2 күнге төлеліпті. Қазір біз бұны 3 күн қылып, яғни 5 күннен кейін қайтып келіп, или одан бұрын төлеп тастайтын боламыз енді. Осылайша біздің миллионға жолдың бірінші сериясы аяқталды. Я видео өте қысқа болды. Может, келесі серияларды ұзақ қылып түсіруге тырысатын боламын енді. Осылайша сендермен болған мен Нурик. Пока-пока, чао.